Диффузия дегенimiz ол молекулалардың ретсіз қозғалысы нәтижесінде заттардың өздігінен таралу құбылысын айтамыз. Яғни мына жерде екі молекулалар берілген, біреуі суық судікі, біреуі мұздай судікі деп елестетейік. Және де міне температура артқан кезде олар бір-бірімен араласып жатыр. Яғни біздегі температура ол диффузияға тікелей әсер етеді, яғни тәуелді. Температура артқан сайын біздегі диффузия құбылысы да күшейе түседі. Жалпы енді диффузияны анықтамасын беріп өттім сіздерге. Мысалдарына келтіретін болсам, жалпы қай жерде ол көбінесе кездесіп жатады, күнделікті өмірде қай жерде болып жатады деген секілді. Жалпы мысалы көптеген адам енді иіссу дейді, орысша духи одеколон дейді. Міне соны сепкен кезде ол жерде де диффузия құбылысы жүзеге асады. Неге? Өйткені жаңағы одеколонды әтір суды сепкен кезде ол жердегі молекулалар мен ауадағы молекулалар екеуі бір-біріне жанасады, араласады. Соның нәтижесінде диффузия құбылысы пайда болады. Екіншіден, мысалы күнделікті өмірдегі кәдімгі шай ішіп жатқан кезде шайға салған қанттың араласуы. Яғни қатты дене мен сұйықтықтың екеуінің араласу нәтижесінде диффузия құбылысы пайда болады. Яғни қант ыстық суда шайға түскен кезде ол ериді. Сол кезде екеуінің молекулалар бір-біріне араласады да бізде диффузия құбылысын беретін болады. Яғни температураға тәуелді деп отқаным сол жерде міне, осы жерде шығады. Одан кейінгі енді ерекшеліктеріне тоқталып кетейік. Так, міне температура артты деп елестетейік. Өте қатты қозғалып бір-біріне араласып жатыр. Екі молекулалар бір-бірімен хаосты қозғалыс дейді бұны. Ерекшеліктері: температура артса, диффузия бізде жылдамдайды. Айтып кеттім оны жаңа ғана. Екіншіден, газда ең жылдам болады осы диффузия құбылысы. Сұйықта баяу, қаттыда өте баяу жүреді. Яғни газ бен сұйықта жақсы жүреді. Ең жақсы жүретін орта сол газ диффузия құбылысында. Жалпы бұл өздігінен жүретін процесс, жаңа сыртқы күш міндетті емес, қажет етпейді.